қазір адамдардың бәрі де мынау сияқты 2 қабатты немесе 3 қабатты сәнді мынау сияқты бағалы қымбатты автокөлігі болуды армандайды, арман етеді. Әрине мұндай армандарға өте көп мынау сияқты ақша қажет болатындығы түсінікті. Бірақ сол ақшаны қайдан табуға болады, қайдан алуға болады? Бұл өте қиын мәселе. Қазіргі таңда адамдар өздерінің жалақысымен осындай көп ақша табу, жағындай сәнді үйлерде немесе қымбат машиналар мініп шалқып өмір сүруі еш мүмкін емес. Неге десеңіз, жалақы сіздің көбейген сайын баға да қымбаттап көтеріле береді. Сөйтіп сіз еш уақытта ондай байлыққа жалақыңызбен жете алмайсыз. Сонда не істеу керек деген мәселе туындайды. Бұнда сіздің алдыңызда 2 түрлі бұл мәселеден шығу жолы бар. Оның біріншісі бизнеспен айналысу. Бірақ бизнеспен екінің бірі айналысу қиын, мүмкіндігі жоқ. Өйткені бизнеспен айналысу үшін көп қабілет, күш қайрат керек. Сосын алғашқы капитал ақша керек. Ондай мүмкіндігі жоқ адамдар бизнеспен айналысуы қиын болады. Сонда не істеу керек? Ендігі қалған жол бізге инвестициямен айналысу. Инвестиция дегеніміз ақшадан ақша жасау ғылымы немесе сондай тәсілі. Бенджамин Франклин деген Американың ертедегі қоғам қайраткерінің сөзі бар. Сен мынаны ұқ дейді, ақшаның көбею қабілеті бар дейді. Мысалы, малды сіз сатып алсаңыз, ол мал көбейіп, жыл сайын өсіп, төлдеп көбейіп отырады. Ақша да сол сияқты. Бірақ ақшаны көбейтудің жолын, амалын білу керек. Ақшаны мысалы алма ағашына ұқсатуға болады. Мысалы, сіз алма ағашының бір кішкентай ғана дәнін, алманың мынадай топыраққа отырғызсаңыз, 10-15 жылдан кейін үлкен алып ағашқа айналады, жеміске айналады, сөйтіп көп алма жемісін береді. Сол сияқты мынадай сіз бүгін 100 теңгеңіз салған 100 теңгеңіз ертең 1000, 10 000, миллион болып біраз жылдан кейін қомақты. Инвестицияның талабы бұл ұдайы ақшаны өсіріп отыру. Сіз 1 теңге салсаңыз, ертең ол 5 теңгеге, сосын 100 теңгеге, сосын 1000 теңгеге, миллион теңгеге айналып, ұдайы өсіп отыру керек. Сонда ғана сіз инвестициядан табыстап аласыз. Егер бұндай өсім болмаған жағдайда сіздің еңбегіңіз далаға кетеді. Ақшаны инвестициялау, яғни айтқанда, бүгінгі 5 теңгеңіз ертең 10 теңге, 100 теңге, 1000 теңгеге айналдырудың біраз тәсілдері бар. Оны халық қолданып жүрген, кең қолданып жүрген және сол арқылы нәтижеге жетіп жүрген сондай біраз әдістері бар. Инвестицияның тәжірибе жүзінде тексерілген, сыналған. Мен сіздің назарыңызға сондай бірнеше ең бірінші инвестициялау тәсілі бұл құнды қағаздар сатып алу. Акция деп аталады, облигация дейді, немесе займ дейді. Түрлі құнды қағаздар бар, қазіргі кезде көп. Сол қағаздарды, құнды қағаздарды сатып алу арқылы сіз белгілі бір уақыт өткеннен кейін жаңағы сол құнды қағаздарды қайта сату арқылы сіз біраз ақша табуыңыз болады. Мысалы, бүгінгі күні сіз Қазмұнайгаздың 100 акциясын 1000 теңгеден 100 000 теңгеге сатып алып қойдыңыздар. Енді 5 жылдан кейін оның бағасы мысалы 10 000 теңгеге дейін көтерілді. Бір акцияны. Сөйтіп сіз миллион теңге ақша таптыңыз сатқаннан кейін. Үстінен, яғни айтқанда 5 жылда сіз 900 000 теңге ақша табасыз. Өзіңіздің 100 000 теңгеңізді қайтара аласыз, 900 000 теңге ақша табасыз. Әрине, акциямен айналысу үшін біраз білім керек. Бұл саланы білу керек жақсы. Қандай кәсіпорын, қандай компания жақсы жұмыс істеп тұр, оның өндірісі
өрге жылжып дамып жатыр, соны әрдайым біліп қадағалап отыру керек. Онсыз сіз салған ақшаңыздың өзінен айырылып қалуыңыз мүмкін. Тағы бір инвестицияның тағы бір түрі, ең кең тараған түр деп айтуға болады, бұл депозит. Банктерге депозит салу. Бүгінгі салған $100 ертең $200, одан $500, $1000 айналып ұдайы өсімде болады. Депозит арқылы, мысалы, белгілі уақыт өткеннен кейін сіз жақсы ақша табуыңызға мүмкіндігіңіз бар. Бірақ бұнда да тәуекел бар, дегенмен де бұнда тәуекел басқа инвестицияның салаларына қарағанда аз, және мұнда өсім де кішкене төмендеу. Жылдық өсім ары кеткенде 10%-дан аспайды. Дегенмен депозит арқылы да сіз жақсы өзіңіздің ақшаңызды өсіріп табыс табуыңызға мүмкін. Инвестициялардың тағы бір тәсілі бұл түрлі қымбат бағалы металдарды сатып алу. Мысалы, алтын, күміс немесе платина сияқты бағалы металдар қазір банк арқылы ешқандай кедергісіз сатып алуға болады. Кез келген мөлшерде сатып алуға болады. Бұл металдардың бір ерекшелігі сол, бұндай металдар, бағалы металдар ешқашанда бағасы түспейді, ұдайы жыл өткен сайын өсіп отырады бағасы. Мысалы, бүгін алтынды сіз грамын 1000 теңгеден алған болсаңыз, енді бір 5 жылдан кейін оны 2000 теңгеден сатуыңыз мүмкін. Яғни айтқанда бағасы ұдайы өсіп отырады. Сондықтан да сіз бұндай металдарды, бағалы металдарды сатып алу арқылы ақшаңызды өсіруіңізге. Инвестицияның ең бір кең тараған және ең пайданы көп түсіретін түрі бұл жылжымайтын мүлікке ақша салу. Жылжымайтын мүлік, мысалы, сіз қазір пәтер сатып алсаңыз, ол пәтерді біріншіден сіз жалға беру арқылы жақсы ақша тауып тұратын боласыз. Содан кейін ол пәтердің бағасы жыл өткен сайын өсіп отырады. Яғни айтқанда сіз салған ақшаңызды, мысалы, бірнеше жылдан кейін еселеп қайтарып алуыңызға толық мүмкін. Инвестицияның жоғарыда айтылған, біз айтқан инвестициялау тәсілі, яғни ақшадан ақша жасау тәсілдерінің бәрінің не жеткізетін, сондай нәтижеге жеткізетін кілт, ең басты кілт, бұл уақыт. Сіз уақытыңызды инвестицияға саласыз. Яғни айтқанда ол ақшаңыз бірден 1-2 күнде сізге үлкен табыс тұрмайды. Сіз мысалы ай сайын өзіңіздің тапқан табысыңыздың бір 10%-ін инвестицияға салып отырсаңыз, мәселен 70 000 табатын болсаңыз, соның 7 000-ді 5 жыл, 10 жылдан кейін сіз сондай белгілі бір нәтижеге қол жеткізесіз. Әрине біраз уақыт күтуге тура келеді. Кез келген инвестицияның шарты уақыт. Уақыт арқылы сіз табыс табасыз. Осы айтылған инвестициялау тәсілдерін пайдалану арқылы сіз жоғарыдағы айтқанымыздай жақсы сәулетті үйде немесе қымбат машина мініп бақуатты өмір сүруіңізге мүмкіндігіңіз болады. Әрине қазір емес, біраз уақыт өткеннен кейін, белгілі бір уақыт өткеннен кейін. Негізі, ал енді инвестициялау үшін ақшаны қайдан алу керек деген мәселе туындайды. Ол ақшаны табудың тәсілдері туралы біз алдағы видео курсымызда баяндайтын боламыз. Сіздер толық инвестициялау туралы толық ақпаратты Ақиқат блогынан табуларыңызға болады. Ақиқат блогының сілтемесі осы видеоның төменгі жағында табасыз.